Selam dostlar, sizlerle birlikte Sultan Moğol bugün de Minecraft oyunumuzu жалғастыратын боламыз. Өткен videoda айтып өткен едік. Minecraft'tan жер үй салатын боламыз деп айттым. Соны енді жүзеге асырамыз. Қазір біз жер үй саламыз. Kettik. Biz eң бірінші жерді қазып осындай жер жағасын істедік. Енді оның астынандай свет, жарық сондаймен астын қоян пол дейді сондай. Одан кейін жандарын істеп ішін әрлейміз. Біздің бірге болыңыздар. Biz şetin қазір жасайтын боламыз. Сіздер шеттен өз қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Алды шеттен жасап жатырық. Mına жерді есікке қалдырып қояйық. Жанын сөйтіп сала береді. Сіздер жанын есіктерін астын өздеріңіз қалағаныңызды істей аласыздар, бірақ бізге осылай дұрыс болды, сол үшін осылай істейміз. Бізге осылай істеген ұнайды. Сіздерге қалай ұнайды? Солай жасаңыздар. Сөйтіп екі этаж жасасаңыздар болады. Бізге қазірше бір этаж жасайып тұрады. Келесі жолы 3-4 этаж жасап көрсететін боламыз. Біздің андай сіздер бұның жанында деу қылып үлкен қылып істесеңіздер болады. Бұл барынша осылай істейміз, бірақ ол өз қалауларыңыз. Қазір біз жансыз ойнап жатырық. Біз жанмен ойнағыларыңызды қалсаңыздар, комментария қалдырыңыздар. Біз жансыз ойнағанда айналып сондай. Шахта қазып, үй салып сондай. Алтын тауып, алмас тауып алып сондайлар істейтін боламыз. Бірақ сіздерге ұнаса комментария қалдырыңыздар. Сіздердің қалауларыңызды естейміз. Қазір біз ұйықтай алайық, азанда таңертең жасайтын боламыз. Осы Майнкрафтта таң болса, таңда атырып алайық. Таңда атырдық, ендан кетірейік.
Biz videomuzu жалғастырамыз. Dostlar, өткен bölümde Miraç ağaçka üy salgan edi. Biz ağaçka üy salу үшін bir belge koyup koyduk ana жерге. Dediğimi dolu үшін dostlar. Bizge 2 etаж, o 2 etаж, 3 etаж жасасақ уақыт көп кетеді. Сол үшін біз қазір 1 этаж жасап көрсете берейік. Келесі бөлімдерде істейміз. 3-ші этаж, 2 этаж дегенде салатын боламыз. Осы үйдің немесе басқа үйге жасаймыз. Біз қазір ашын оны 1 қабат қыламыз. Кейінгісінде үй сал десеңіздер үй саламыз. Соны бәрін комментарияға қалдырып кетіңіздер. Төбесін жоғып болдық. Біз астын басқа мен істей береміз ау дейміз. Мынау біз қазір біз Бұны сындырып болғанша біз стокқа қоя тұрамыз. Біз қазір мынаны астын сындырып жатырық. Одан кейін терезелерді қойып, үстіне жиһаздарды қойған кейін сол кезден жалғастырамыз. Сол жерде Biz үйімізді аяқтадық. Енді ішін көріп шығамыз. Көрсетейік. Үйіміз. Біз мына жерлерін шахмат тақтасымен қылдық. Сөйтіп үстерінде үстел сондайлар қойдық. Жалақшаларды қойдық. Енді сыртын бақылдық. Сырты сәл әдем болмай қалды, бірақ барынша істеуге тырыстық. Осы видеоңызға лайктарыңызды басыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.